Assalomualaikum. Qaysizlar? Men sizlarмен Бүгін сіздермен сөйлесейін деген темам бұл ойлау күші, ойдың күші туралы сөйлесейін деп жатырмын. Сила мысли дейді ғой, мышление туралы сөйлесейін деп жатырмын. Ойымыз сознание һәм подсознание туралы. Мен темамды айтып кеттім ғой мен. Сознание, подсознание, не? Мына біздердің басымыз болса, мына шаш, және мидың алдыңғы тарапы, мына жерде тұрған сознание. Сознание 10% сознание бар екен. Ал подсознание 90%. Қанша көп место, иә? Қанша көп местің қалып тұрған. Ол подсознание жаңа айттым ғой, өткен видеода айттым. Бұл бала ананың қарында кезде 3-ші триместрінен бастап рауажланып бастайды. 7 жасына шейін только подсознаниемен жүреміз біздер. Ол кезде біздерде сознание болмайды да. И сознание сол 7 жастан кейін пайда болып бастайды біздерде. Подсознание сол кішкентайымыздан сол 7 жасқа шейін біздер как губка сияқты информацияның бәрін көріп, көзіміз түскен нәрсенің бәрін өзімізге аламыз да. Подсознание ала береді, жинай береді. Көзіміз неге түседі, нені көреміз, нені бәрін. Сол. Ал сознание сол 7 жастан кейін, уже 7 жастан кейін біз ана сознаниенің көмегіменен уже ана ойланып бастаймыз. Мына нәрсе бізге керек па, керек емес па деп, керегін алып, керегін алмасақ та болады да. Керек информацияны алып, алмау сол сознанияға байланысты. Сіз мысалы үшін бір нәрсе көріп отырған болсаңыз, бір кино, может быть, осы бір видео ма, или бір кітап оқып отырған болсаңыз, осы маған керек па деген сұрақ қойсаңыз өзіңізге. Сол кітап сізге керек болмаса, сол кино сізге керек болмаса, сізге пайдасы болмаса, оны оқымай деген сияқты. Ол информацияны алмай деген сияқты. Или біреу сізге жаман сөз айтса, сен жамансың, сен ең төмен адамсың десе, сознанияңызбен ол сөзді сіз өзіңізге қабылдамасаңыз да болады. Құлағыңыздың қасына өткізіп жүресіз. Не деп. Оушта өзіңіз сондай. Ал кішкентай кезде сол подсознание болған кезде сен қабылдайсың автомат түрде. Сознание болмайды, потому что сол сознанияның күшімен сен ойларыңды басқарсаң болады. Ойыңды басқарсаң болады. Сен ойыңменен болашағыңды жарата аласың. Ойыңмен болашақ жаратса болады. Ойыңмен өзіңнің денеңді басқарсаң болады. Ойыңмен сол денеңді басқарған кезде, мысалы үшін, сен ойбай, мен ауыра беремін десең, ауыра бересің. Ауырып қалсаң, температураң шығып қалса, ойбай, температурам шығып жатыр, ойбай деп өзіңнен жертваң қосасың. Потом жақындарыңа айтсаң, ойбай, звондап берейік, сөйлесіп келіп қалса үйіңе, ойбай, осы бір 10 күннен бері ауырып, температурам шығып жатырмын, орнымнан тұруға халім жоқ десең, дальше ауыра бересің ғой. Ол келген адам или сөйлескен адамның, ауырғаныңды айтқан адамның, жақының сен аяйды. Ойбай, жаным ау, аппағым ау, ой, ауырып қалдың ба? Ауыр болып кеткейсің, жаман болыпты деп сен аяған сайын, сен бірталай жертва болып алсаң, прям жатып алдың. Сен аяққа тұрмайсың.
солай нағылынып сондай жаман оймен жүре бересің. Ауыратпан деген сайын ауыра бересің. Сол ойында, потому что сол нәрсе ойында тұр. Ал сенің ойындағы мына подсознаниедегі нәрсе сол орын ала береді. Сол үшін ауырсаң жақындарыңа айтпау керек. Ауыратпан деп налынбау керек. Врачқа бару керек. Врач сені аяп отырмайды. Врач сені қарайды да, диагноз қояды да, осмотрын өткізіп, рецептін жазып қолыңа беріп, мына дәріні алсаң ішесің, тәуір өтсең бар, кет бар дейді. Сен ой аппағым ау ауырып қалдың ба деп сені аялап отырмайды. Сол керек. Көрдіңіз бе? Аяламайтұғын, сондай аямайтын, аяныш көзбен сізге қарамайтын адам керек. Сізді аяған сайын сіз деген жатып алып, ауыра бересіз. Вот сол ойды басқару. Ауырып отырған болсаңыз, ауырып отырғаныңызды ойламайсыз да, сіз уже тәуір болып кеткеніңізді ойлайсыз. Һәм қосымша комедия кинолар көрсеңіз болады, потому что сіздің только ойыңыз емес, қалеуіңіз емес, сізде энергияда болу керек та, сізден прям жақсы энергияда болуыңыз керек. Өзіңіз ауырып, халсіз болып тұрған кезде, мен тәуір болып кеттім, мен ауырып тұрған жоқпын. Ауырып тұру туралы айтпайсыз да, мен тәуірмін, мен жақсымын, прям аттаймын деп деп ойлайсыз. Бірақ оған энергия болмаса сізде болмайды. Ауырып отырған кезде андай настроение түсетін, жылайтын, сықтайтын кино көрмейсіз, сериал көрмейсіз. Наоборот, настроение көтеретін, күлетін, ха-ха-ха деп күлетін ондай кино, сериал көруіңіз керек. Көп ұзамай аяққа тұрып кетесіз. Дәрі ішпесеңіз де болады, даже білесіз ба? Бізге даже дәрі де керек емес. Неге керек емес? Потому что біздерде ол эксперименттен өткізген көп мәрте. Енді ойдың күші соншалық да, қараңыздар, сізге даже вот кәдімгі су беріп қойса, осы суды ішсең, күннен күнге жасарасың десе, жасарасыз, күннен күнге сенсеңіз. Қолыңызға простой кәдімгі ақ витамин беріп қойса, һәм сізге осы дәрі ең ауыр ауруды емдей алады деп берсе, сондай күшке ие деп берсе, сіз оған сол врачқа сенесіз, врач болғаннан кейін ол хан адам, білетін адам деп ойлайсыз. Һәм оған сенесіз. Сенгеннен кейін ең главный сол сену негізі. Ең главный сену сол. Сол врачқа сенесіз. Дәріні жақсы деп жатыр, демек жақсы. Ауруды емдейді деп, ең ауыр ауру, даже өлейін деп тұрған жерде де құтқарып қалатындай дәрі деп түсінсеңіз, қарасаңыз, сенсеңіз, сол дәріні, сол витамин ғой негізінде, сол витамин ішесіз да, бірақ сізге оны дәрі деп беріп қойды да, күшті дәрі деп беріп қойды. Соны аласыз да ішесіз да, аяққа тұрып кетесіз. Өлейін деп жатырған жеріңіз болса, жаңағындай, қараңызшы, сол ойдың күші қандай күшті. Алланың беріп қойған күші ғой. Біздер Алланың жаратқан ең ұлы жаратылысымыз. Мысал үшін, тек Алла біздерді емес, мысал үшін, хайуанларды, теректерді бәрін осы жаратқан ғой. Вот қараңызшы, хайуанларда да жаңағыдай ойлау бар да, олар да ойлай алады да, ойлайды, қалиды, бірақ ойларын басқару деген оларға күш берілмеген. Біздерде ойымызды басқаратындай, біліп, осознанно біліп, мысал үшін, ойымызды өзіміз қалеген нәрсені ойлап, сол нәрсені алу үшін сол нәрсені ойлап, сол ойымызды басқара алатындай біздерге сондай күш берілген да. Тағдыр деген нәрсе жоқ. Тағдырыңды өзің жаратасың. Сол ойдың күшімен. Сол ойдың күшін бекарға беріп қойған жоқ. Қалеген нәрсемізді прям өзіміз алу үшін. Сен қалайсың ба? Алу үшін, соған жетісу үшін. Сондай ауырып қалсаң, өзіңді өзің емдеу үшін. Врач та керек емес, дәрі де керек емес, ештеңе керек емес.
серьезно. Омыртқаң сынып, авария болып, мына омыртқаң сынып, полың денең істемей қалса, ең главный басың нормальный болса, миың нормальный болса, ешне салған болса, миыңа, ойыңа, сен даже мына сөйлей алмасаң да, мысалы үшін көзіңді қимылдатып деп қаралсаң болған жан жаққа, бірақ мына ойың орнында болса, сен сол ойыңның күшімен жаңа врачтардың өздері мысалы иә, мындай күшті жерлерде, үлкен жерлерде оқыған, қатты білімді, ақыллы, опытный, знающий адам болса да, мысалы үшін сол врачтар келіп саған, сен омыртқаң мына жерден сынған, денең басқа, операция да дұрыстап болмайды, енді омыртқа сынғаннан кейін өмірің соңына шейін осындай жатып біреудің қарауына мұқтаж болып осындай өмірің осылай өтеді десе, сен оның сөзін құлағыңа қыстырмасаң, яқ, мен орнымнан тұрамын деп өзіңде мына жерде ой болса, өзіңде қалеу, желание болса, сенде үміт, сенде бірінші үміт керек, үміт болу керек, қалеу болу керек и сену болу керек, сенуің керек сенің қолыңнан келетұғынына. Үшеу, желание, қалеуің керек, үміт керек, үмітің постоянно болу керек. И сен ең главный сен екеуінен де сенің ең главный бірінші орында. Ал сенсең орнынан тұрып кете аласың. Ондай оқиғалар көп. Даже вот ең ауыр рактен де емінен кеткендері бар. Химиотерапиясыз да емленбей, бір тиын ақша құртпай, тиын ақша жұмсамай. Ауыр түрі рактың. Аяққа тұрып көрмегенде жаңа рактың өзін өзі жоқ. Рак негізі қалай пайда болатынын білесіздер ме? Рак өсімдіктері ол депрессия, стресске түскен сайын. Түскен кезде сол пайда болады. Ал сен стресс, депрессия қашан түсесің? Қашан мына жерің тыныш емес кезде. Сендегі жаман ойлар, ауыр ойлар, болмайды, келіспейді, неге менде бұндай, неге андай, мұндай, сондай ойлар, сондай жаман ойларды ойлайсың болған. Сол үшін ертең күннен уайым бастайын, уайымдай берме. Ертең күннің өзін жарат. Жақсы нәрсені ойла. Бірінші нәубетте шүкіршілігің болу керек. Шүкір, просто азында орнынан тұрып, денің сау болып, оянғаныңа шүкіршілік қыл бірінші нәубетте. Өзіңнен бастап, прям полный. Көзің көре ме? Көреді. Мұны сезе ме? Сезеді. Аузың қимылдай ма? Қимылдайды. Тістерің бар ма? Тістерің бар. Тілің қимылдай ма? Сөйлей аласың ба? Сөйлей аласың. Шүкіршілік қыл. Құлаң естіді ме? Естіді. Аяқ қолдарың қимылдап тұр ма? Қимылдап тұр. Одан басқа шүкіршілік қыл. Одан кейін енді нанын бір кусок нанды тауып жей алмай тұрғандар бар. Қара су, простой суды ішіп тауып алмай тұрғандар бар. Тамшы суға зар болып отырған елдері бар. Ал сенде ол су бар. Сенде ол бір кусок нан бар, соған да шүкіршілік қыл. Неге менде бір кусок нан, неге менде қара сумен нанды жеп отыра беремін ба? Деме. Шүкіршілік қыл. Ойыңды постоянно жақсы қыл. Жаман нәрсені ойлама. Неге менде осындай, жаман ойды ойлама. Сен неге менде жоқ, неге менде болмайды деген сайын болмайды. Потому что мына ойымыз біздердің бар ғой, түсінбейді. Ненің жақсы, ненің жаман екенін түсінбейді. Неге менде жамансың? Неге менде постоянно ақша болмайды, жұмысым еш келіспейді? Неге мысалы оқуға кіре алмаймын дедің бе? Оқылып болған. Жақсы жаман түсінбейді ол деген. Ол себепті жаман ой ойламау керек, жақсы нәрсе ойлау керек, позитивный, постоянно позитивный. Қосықлар, мысалы үшін, қосықтың да әсері бар. Ана жылап сықтайтын қосықларды ести бермеші. Одан гөрі андай, сен зорсың, сен қолынан бәрі келеді, сен үмітлісің, сен барлық нәрсені жеңіп өтесің. Сондай.
сенің кигенің шуба, мінгенің ең қымбат машина дегендей ондай зор мотивационный енді қосылар бар ғой, өзіңнің самооценкаңды көтереді оны. Қосылады естісең, сол саған сөздің өзі, қостың сөзінің өзі қандай жақсы сөздер. Сол сен алдыңнан келеді, даже соны естіп қайталап айтып отырсаң да, мысалы үшін, иә, сен мына жерге құйыла береді, сол қайталанып келеді сен алдыға. Мысалы үшін тек ұйықшылы осылар естен жылайды, мысықтайды, айрылым, тағы бірдеңе, өлейін деп жатыр ма, мен өмірден өтіп кетсем деген сияқтындай айтын қосылады, еспей ақ қойын. И сондай киноларда көрмеймін, сериалдарда вообще көрмеймін. Қазір өзбекше сериалдар күйіп кетті ғой, мысалы үшін алдында нормально, қазір енді ой, кілекей білмеймін, келінге жабысып алған ғой, келін қайнатасымен станған келін, шірім шегетін келін, блогер келін, оқымаған келін, жұмыс істемейтін келін, қолынан түк келмейтін келін, тағы бірдеңе келін, әйтеуір, короче, қыздар сол сериалдарды көрмеңізші, берекет таппайсыз. Көрмең сол сериалдарды. Бақытсыз келіндер, бақытсыз қызлар. Соны көріп, соны деп қарап, уже сен қалесең де қалемесең де, мысалы үшін подсознание деген, сен қалесең де қалемесең де сол көзің түскен нәрсені алады да, мына құя салады ғой мына жерге ойыңа, миыңа сохранить қылып. И сол ойында жүреді постоянно, соны есіңе түсіп кетеді. Сол қыздың, сол бейшара келіннің, сол кинодағы, сериалдағы бейшара қыздың жағдайы. И сенің өміріңде қайталанады сол. Өзің сондай ахуалда, сондай келін болып қалуың мүмкін, сондай бақытсыз болып. Үшін көрмейміз сондай ужас кинолар, көрмейміз, өлім туралы кинолар көрмейміз, ауру туралы, тағы бірдеңе туралы ондай көрмейміз. Комедия күлетұғын, енді богатый жасайтын байлардың, нелердің, или бір алымдардың қандай өшіп жасаған бір қандай страшный жерлері, қорқынышты жасайтын жерлер өткізіп жіберді. Көрмей ақ қойын. Даже мына Инстаграм қарап отырған, ТикТок қарап отырған кезде жылайтын, ауырып жатыр, өліп жатыр, тағы бірдеңе аварияға түскен, зорлап кеткен, өлтіріп кеткен, пышақлап кеткен, бөлеклерге бөліп кеткен дегендей видеолар шығады, соларды көрмей өткізіп алдыңыздан келеді. Соны ойлаған сайын сол ойыңызда сол сену керек, самооценка постоянно жоғары болу керек. И потом самооценка дегенде өзіңе сенуің керек. Өзің сенім болмаса, сен ойлағанның пайдасы жоқ. Самооценкаң болмаса, сен деген ешнәрсеге жете салмайсың. Самооценкаң жоғары болмаса, соған мен лайықпын деп өзің лайық көрмесең, пайдасы жоқ. Мен ең жақсы лайықпын. Ең зорына лайықпын. Ешқашанда кемтер болу керек, кемтерлік керек дегенге. Кемтер болып, сонда маған болады, осы болады. Ешқандай нәрсеге разы болмау керек, көнбеу керек. Ең сұлу, ең жақсысы. Куртка киген кезде ең үлкен кусогы, ең мазалы кусогы менікі болу керек. Ең үлкен, ең мазалы бөлегі менікі болу керек. Мен соған лайықлымын. Кемтер болып, жақсы қыз болып. Яқ. Бола береді сол кішкентай кусогы, сол мазалы емес, сол болады сол деп демей. Өзіңді постоянно бірінші орынға. Өзіңнің қалауыңды, өзіңнің желаниеңді постоянно бірінші орынға қою керек. Ашкөз болу керек. Шынымен. Ақшаң болған сайын болсын деп. Постоянно ақша только ойында болмау керек ол нәрсе. Негізі ойлағаннан гөрі ойламасаң керек дейді ондай. Жеңіліне қарау дейді. Ондай нәрсе бар ғой, мысалы үшін, енді сенімді жарату қиын, сенім жаратуға болады, бірақ
енді атеисттер бар, даже құдайға сенбейтін ондай. Ал сіз құдайға сенсеңіз, енді Құдай сол сіздің ойлағаныңызды орындайтындай, сондай сізге күш берген нәрсені. Шынымен бар, оны дәлелдеп көрсетемін, видео давамында көрсетіп бердім сіздерге. Сол үшін видеоны до конца көрің. Видео давамында көрсетіп беремін. Мысалы, ойдың күші туралы, өзімнің өмірімді мысал келтіремін сіздерге. Жаман ойдың қандай жаман жағы бар екен. Неге жаман ойды жоқ қылу керек? Жаман ойды неге жоқ қылып, таза программа кіргізу керек өзіңе. Жақсы ойларды ойлайтындай қылып. Ойларың неге өзгертуің керек? Бұл туралы айтатын боламын. Сенің сол Аллаға сен. Алла саған сондай күш бергеніне сен. Өзіңнің сондай прям күшлі екеніңе сен. Сен супер адамсың. Супермен, супервумен. Супер силаң бар. Алла сенде. И потом вибрацияны. Сіздер өз вибрацияңызды басқарсаңыз болады. Вибрация деген не? Мысалы үшін толқында. Сен қолыңда жоқ, иә? Мына жерде толқынла вибрациялар болады, сен оны сезбейсің. И адам көп ауыр ойларды, негативный, жаман ойларды ойлаған сайын вибрациясы төмен болады. Адамда энергия болмайды, әлсіз жүреді. Екі иінінде мындай арқасында ауыр үлкен тас тұрғандай, ауыр жүкті көтеріп жүрген деп дейіп жүреді. Еш нәрсеге желаниясы болмайды, даже азында оянуға желаниясы болмайды. Өлгісі келіп, бұл өмір қызық емес болып. Өмір негізі қызық. И өміріңді, болашағыңды өзің жаратсаң болады. Бұл өмірде как вот игрок, ойыншыман деп залдан келтірші. Ойнап жаса бұл өмірді. Қали, тілен емес, сен бұйрық беруің керек. Тілену керек емес, осындай болсын өмірімде, сондай бай болайын, үйім болсын, машиным болсын, сондай бір ойлаған жетістігіне жетейін деп тіленбейсің да, сен уже бұйрық бересің. Болсын деп. Аз көрсетемін, қалай бұйрық беру керек екен. Бұл жерде қандай не берді? Сіздер өзіңізді қатты жоғары бағалауыңыз керек. Жаңа айттым, самооценка, вот жоғары бағалау керек. Сіз постоянно жоғарыдасыз, бірінші орындасыз. Hammadan жоғарыдасыз. Біреулер, сен төменсің, сен қолыңнан келмейді, сен ештеңе емессің, сен ешкім емессің десе, сөзінің құлағына ілмеңіз. Құлағыңызға ілмеңіз, құлағыңыздың қасына өткізіп жіберіңіз. Осындай сізге төмен баға берген бағасын өзіңізге жабыстырмаңыз. Сіз Алланың жаратып қойған ең ұлы жаратылысысыз. Сізде бұл дүниеде ешкімде жоқ күш бар. Жалпы адамдарда сондай күш бар, ойдың күші деген. Вот жаңа айттым ғой, хайуанатты жаратқан адам, мысалы үшін Алланы. Бірақ оларда сондай, біздерде мысалы үшін ойлай алады да, оларды қалай алады да, бірақ олар ойларын басқара алмайды. Қалеулеріне, жаман ой, жамандай ойлар болса, сол ойларды қашырып, орнына жақсы ойды ойлай алмайды да, олар специально біліп тұрып басқарып істей алмайды да, соны не? Біліп тұрып ойлай алмайды, ойларын басқара алмайды. Просто олар қалайды. Мысалы, сол мына бір қазір интернетте, ақырғы уақытта сол интернетте тараған бір не бар, шөжемен эксперимент бар. Сода көрсеңіз болады, сол видеосында көрсеңіз болады. Сонда шөже болады. Шөже тұқымдады кезде, мысалы үшін тұқымда кезде қасына робот қойып қояды да. Так не бар. Шөже, мына робот программастырымен да, ол мысалы үшін бір жолмен, постоянно бір жолмен жүретіндей. Сызып, ұрышпы деп орын, деп постоянно бір жолмен жүреді. Шөже бола қойсын. Жаңа робот баспен несі бар, бір жолмен деп сызып жүреді. Программа сондай. Шөже жаңағы тұқымда тұрды. Тұқымды ашқан кезде, білесіз ғой, шөжелер бірінші кімді көрсе, соны мамасы деп ойлайды. Мамам деп ойлайды соны. Тұқымнан шығады, роботты көреді, деп қарайды, мама деп. Робот қай жаққа жүрсе, ізінен жүреді.
ізіне жүреді шөже. Бір күні енді эксперимент шөженің үстінде ой қалай оймен қалай біздер тартсақ болады, даже вот жаны жоқ нәрсені тартсақ болады, біз оймен, білесіз ба? Жаны жоқ, мына эмоциясы жоқ қой роботтың деген. Темір ғой, эмоциясы жоқ, сезімі жоқ. Ешнәрсе сезбейді ол деген. Бірақ мына тартты, сол шөже. Жаны жоқ нәрсені тартты. Сезім, эмоциясы жоқ нәрсені тартты. Қалай тартты? Бұл шөжені алды да, мына жерден сол клеткаға қамап қойды, кішкентай клеткаға қамап қойды шөжені. Шөжені клеткаға жабысып, мынаған қарап тұрады, роботқа қарап тұрады. Робот деп жүреді. Жазылған программасымен деп жүреді. Шөже қарайды, шөже қатты қарайды. Кішкентай баланың өзі қандай мамасын айырсаң қандай болып, мамасын күтіп, інтизар болып жолын деген қандай қарап тұрады кішкентай баланы. Шөже ол қалайды да мамасының қасында, мамасын ойлайды, мамасы ойлайды. Мамасы қасында болғанын қалайды. И ойлай береді. Сол ойының күшімен қараңызшы. Роботты өзіне тартады. Программа бір жолмен жүретін робот шөженің қасына бара береді. Шөженің қасында тұрып алады сол өзі, кетпей. Көрдіңіз бе? Ойдың күші қандай. Бірақ ол шөже хайуандар білмейді. Ойын басқарып білмейді, специально басқара алмайды олар. Оларға берілмеген. Сіздерге берілген. Адамдарға берілген. Сіздерге сознание берілген. Сознание. Менде сондай пробуждение болды. Мен негізі көп адамдар ұйықтап жүр ғой, еле кешекем. Сол ойының күшін білмейді, еле кешем сол ойының күшін басқара алмайды. Даже сол оянбай пробуждение болмай, оданардан өмірінің соңына шейін ойдың күші туралы, ойын басқаруды білмей, өмірден өтіп кететіндер бар. Мен Аллаға шүкір деймін, маған сондай пробуждение берді. Ойламаған жерде, күтпеген жерінде болды да, пробуждение бар менде. Ойламаған, күтпеген жерде болды. Сол вибрацияңызды басқарсаңыз болады, вибрацияңызды жоғары қылсаңыз болады. Төмен болса, жаңағыдай өзіңіз жаман сезініп, ауыр сезім жүрген болсаңыздар, басқарсаңыз болады жоғары вибрацияға. Сіздеріңіз көтеріліп, енді шүкіршілігіңіз болса, вибрацияңыз жоғары бола береді. Сіз налына берген сайын төмен түсе береді. Неге менде осындай деп жаман негативный ойлай берген сайын төмендей береді. Өміріңіз қанды дозаққа айланады. Өміріңіз дозаққа айландыра аласыз. Жәннетте жасағыңыз келе ме? Жәннетті өзінен жарата аласыз. Бай, бақытлы, дені сау болып жасай аласыз. Ойыңыздың Алланың беріп қойған күшінен пайдаланыңдар. Ойыңызды басқарып үйреnin. Подсознанияны басқару қиын, потому что айттым ғой, сознание өзі 10%, да? Сознание 90%. Разницасын көріп тұрсыздар ма? Парқын. Қиын болады, бәрібір біздер деген подсознание ұтып қала береміз да. Сосын негізі кішкентай кезден бастап өзгерту керек қой негізі. Сол туып өскен үйі, семьясы, мамасы, папасы, орталығы, даже негізі осы дүние жүзіндегі барлық адамдар бір-біріне әсер етеді. Қалай деңізші, солай. Сіздер туылдыңыз, жаман болсаңыз, жаман сондай адамдар болсаңыздар, балаларыңызға сондай негативный ойлап, сондай жаман әдеттеріңіз көп болса, сол балаларыңызға бересіз, балаңызға береді деген сияқты сондай да. Ойдың күшін түсініп жетіп, өмірін өзгертпесе. Үшін негізі бұл дүнияны, бұл өмірді өзгерту бәріміздің қолымызда. Бәріміз бір бастан, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып бірігу керек. Бұл дүние жүзінде қазіргі моментте адамдар жаман негативный ойлайтын кетті. Бір блогер бір видео шығарса, сол ажырасу туралы,
бақытсыздық туралы, ашлық, жарлық, солар туралы шығарылып кетті. Бір ұрыс жанжал, зорлық туралы шығарылып кетті ғой. Сондай видеолар көбейіп кетті. Ал сондай видеолар көбейген сайын, сондай кинолар көбейген сайын, адамдар соны көрген сайын, соны ойлай береді. Бір адамның ойлаған ешкі топар болып мемлекетлер ойлап жатыр. Ол нәрсені тартыла береді. Сондай заман өзгерген жоқ. Адамдар өзгеріп жатыр. Адамдар өзгерсе, заман да өзгереді. Елдер тыныш болады, ұрыс болмайды, зорлық болмайды, өлім болмайды, ажырасу болмайды. Оны ойламасаң, жаман нәрсені ойлаған сайын сол жаман келеді. Ойламау керек. Айтады ғой, обсуждение болмау керек. Даже вот қараңызшы, өсек деген нәрсе де жаман. Можно бекарға күнә демейтін шығар, тозақтың отында жанасаң, осы өсек қылсаң дегендей не. Жаман. Енді біреуге жаманлау жоқ, бірақ өзіңе жаманлау. Өзіңе жаман тиеді. Неге адам обсуждение қылған кезде, сіз мысалы бір адам аласыз, неге ондай істеді? Мен оның орнында болғанда бұл істемейтін. Аллаға шүкір, мен оның орнында емеспін. Менде осындай оқиға болғанда мен ондай қылмайтын дедің ба, болды ғой. Сенің алдыңда сен сондай нәрсе күтіп тұрғаның бар. Сенің өміріңде сол нәрсе болады. Сол адамның орнына түскен кезде, сол адамның басына өткен нәрсе сенің басыңа келген кезде, сен сол ойыңды ойлағандай сол ситуациядан шығып кете алмайсың, сол вазияттан шығып кете алмайсың. Қолынан келмей қалады. Ондайлар бар. Ондай оқиғалардан көп болып жатыр. Сен ойладың ба, болды. Орын алды. Сен сол адамның бұл өміріне басынан өткен жаманлықты сен ойладың. Сен оны обсуждение қылдың. Ойлама. Айтпа. Сөйлеме, басқамен жұмысың болмасын. Өзіңмен жұмысың болсын. Өсек қылма. Далаға шығып алып жаздың күні әсіресе, көшенің қатындары жиналып отырды, кемпірлер. Үйінде қылатын талабы жоқ, келін ауқатын пісіреді, тамағын пісіреді, кірін жуады, басқасын қылады. Кино, сериалда қызық емес, енді бұрынғыдай. Өсек қызық далаға шығады жаздың жылыда, салқында отырып, семечкасын алып алып, шағып алып, ана қоңсыны бір өсек қалады, Өсек сол обсуждение. Аллаға шүкір, менде ондай емес. Менде мұндай. Мен оның орнында болғанда бұндай қылмайтын, бұндай қылмайтын. Болды ғой. Сен оны өсек қылғанмен адамның өмірінде ешнәрсе өзгермейді. Бірақ сен де өзгереді. Сен өзіңнің өмірін құртып аласың. Сол себебі керек емес өсек. Басқасы керек емес. Бісміллә раскен. Енді нелер бар. Сол жаман нәрсе ойлай берсең орнат деп айттым ғой. Енді мен жаңа шөжені мысал етіп келтірдік қой, енді ол деген мысалы үшін осознанно мысалы үшін ойларын басқара алмайды да ол. Ал біздер басқара аламыз. Енді мен өзімнен мысалда, өзімнің өмірімде басыма өткен мысал. Мысалы үшін мен институтта оқыдым, педагогикада мысалы үшін ИЗУда оқыдым ғой. Бакалавр оқыдым. Бакалавр, магистр ашылды да, біздер бітіретін кездерде уже магистр ашылды. Магистрге қатты кіргім келді, бірақ өзіме деген сенім жоқ еді менде. Ал магистр жоқ еді. Ташкентке все равно кіре алмаймын деп ойлайтынмын менде. Нүкісте сол қарылпасында ашылады деп ойлаған жоқпын. Бірақ ашылды. Әмме группамдағы әмме сол магистрге кіреміз. Менің кіргім келетін деді. Ойлайтын, магистрге кірсем, мама мен папам оқытам екен ай. Развалым екен ай деп. Группамда кіремін деген қыздардың бәрі тұрмысқа шығып, магистрге кірмейтін болып қалды да.
ал мен тапсырып көрейін дедім. Мамамның айтатын бір сөзі бар да, келіссе бес, келіспесе 15. Сондай. Зато сынап көрдім өзімді, зато бір харекет қылып көрдім. Харекет қылмадым, істемедім деп өкініп жүрмейсің зато деп айтатын мамам деген сол сөз есіме түсті. Бір көрейін сынап өзімді дедім. Сөйтіп экзаменге дайындалып басладым. Документтердің бәрін тапсырдым. Мен сол институттың, сол NMP-дің группасына кірдім, телеграм каналына кірдім. Ссылкаға кіріп кеттім, білмеймін қалай кіріп кеттім. Кіріп сайтына түсіп қалдым. Сайттың ішінде сол магистр деген жағына кіріп кетіп қалдым. Өйткені сол магистрлерге сол экзаменге түсетін жаңағыдай сұраулар бар ғой. Сол сұраулар деген бөліміне кіріп кеттім да, қалай кіріп кеттім. И потом мен хайран болып тұрмын да, сұраулар ма? Ертең бізге экзаменде түсетін сұраулар ма мынау деп тұрмын да мен. Ондай болуы мүмкін емес қой, оны барып сол сайтқа жазып қоймайтын шығар. Бұл как шпаргалка деген нәрседе ғой. Деген дейді. Өтірік деген ай деп. Не аламын мен деген. Ақ көңілмен ғой мен қатты. Ұстаздарымнан сұраймын мен звондап. Мен сұраймын, олар енді білмейміз дейді. Айта алмайды олар енді. Тұрса айта алмайды. Сен өзің түсініп алуың керек. Солай шығар, білмейміз қайдем деп қояды. Сонда мен сол шығар, сол ертең магистрге тапсыратын кезде түсетін сұраулар шығар деп ойладым да, білмеймін. Солай деп ойладым да, и потом соған тайланып қалсам ғой. Hamma so'rovni ответ izlab deb kitoblarda ашпаған кітабым, ашпаған интернет сайтым қалмады ғой мен деген. Бәрін көрдім, неше 3 дәптер деймін толтырып тастадым. Жаңағы сұраулардың бәріне жауап таудым да, иә. Тек 2 сұрау қалды. 2 сұрауға еш жерден ответ таба алмадым, еш жерден. Кітаплардан, институтта оқыған сол лекция, семинардан, темалардан ешқайсынан таба алмадым сол 2 сұрауға ответті. Тек лекция өткенім есімде да, мысалы үшін история изо деген пән бар. Изоның суретлеу өнерінің тарихы деген да. Садриддин аға деген ұстазым бар еді. Сол именно сол теманы өтті да. Енді институтта өткен темадан беріледі жаңа сұраулар. Магистр деген, жаңа лекциясы бар еді. Сол театрлар туралы. Сол именно сол темамен қызығып естуім де қатты қызық еді. Садриддин аға да ұстазымыз да қызық айтып берді. Беріліп тыңдап едім сонда кейін. Сол шала-пала есімде сол сұрау, сол полный таба алмайтын да сол мен. Жаңа лекция дәптерін көремін, именно сол теманы жазып алыппын мен деген бағым. Потому что тыңдап отырмын да мен деген. Естіп қызық болғаны сонша, жазбадым мен деген. Жазған жоғым. Соны шала-пала білемін мен деген. Шала-пала есімде сол 2-ші курста өттік қой, история изоны. История изоның тарихы. Соны 2-ші курста өттік. Мен 4-ші курс уже бітірдім ғой енді. 2 жыл өттіден кейін деймін. Сонда есімде қалғаны бар, шала-шала, үйде жартысы есімде, жартысы жоқ. Сондай болып отырды, әр жер есімде. Бірақ ана 2-ші сұрақ ұлыма таба алмадым. Басқа 2-ші сұрақ біреу жаңағыдай лекцияда өткеніміз, сол шала-пала есімде. Ана 2-шісін жоқ та еш жерде информация. Басқа сұраудың бәрін таудым да, сол екеуін ойлай бердім, потому что таба алмадым ответ. Именно солар түсіп қалса, сол түсіп қалса. Көрдіңіз ба? 1 ай давамында сол қайырландым, жаздым, басқан ответтердің бәрін білемін, уже ядлап та алдым, ядымда да қалды да уже андай не. Жазамын, оқимын, ядымда қалады уже бәрі. Бірақ именно сол екеуін таба алмадым, һәм сол екеуін ойлай бердім. Азından қара кешке шейін ойлаймын, 1 ай давамында соны ойландым. Сол екеуі түсіп қалса не, сол екеуін ответ табуым керек, сол екеуі түсіп қалса не, сол екеуі түсіп қалса
қалай болады, не болады, өте алмай қаламын, мен кіре алмай қаламын деп уайым жаңағыдай уже қарашы, сен болашағымды ойлап уже менде тревогада, менде уже қара уайым, менде не түнімен ұйқы жоқ қой. Түнімен ұйықтамай іздеп көрмеген кірмеген сайтларым, ашпаған кітабым, ашпаған лекция дәптер, жаңағыдай семинар дәптерім қалған жоқ. Бәрін ақтарып төңдер бәрін көріп шықтым. И қараңызшы, ойдың күші деймін де. Ойдың күші. Сол магистрге кіретін сол экзаменге күні келді. Магистрге кіретін экзамен күні келді. Жаңа дәптерімдегі жаңа сұрауларын бәрін оқып алдым. И бардым да экзаменге. Экзаменге бардым. Сөйтіп кірдім. Группама кірдім, отырдым. Билеттерді қойды, билеттерді алдым. Мен барып билетті алдым ғой енді. Алып келіп партама келіп отырсам, деп қарасам, именно сол 2 сұрау түскен ғой. Қорыққаным, ойлағаным ойымда сол бір ай давамында сол ой жүрді ғой. Сол түсіп қалса не, сол түсіп қалса не, сол түссе кіре алмай қаламын деген. Көрдіңіз ба? Именно сол екеуі түсті. Өзі 3 сұрау беріледі, 3 бет беріледі, 3 ақ бет беріледі, 3 лист. Үшіншісін жақсы білемін ғой, мына екеуін білмеймін ғой. Телефон болды, біткен жеріне ұста дедім ғой. Жаңа жерде жылап жүргім келді, неге деп. Енді өзіме тағдыр деген нәрсеге сенемін де, мен бар ғой. Менің тағдырым шығар. Менің тағдырыма жазылды, маңайыма жазылмаған, тағдырыма жазылмаған шығар. Мен оқымауым керек шығар, может, магистр деп. Жаңа жерде жылап жүргім келді қатты. Өзіме сыймай кеттім ғой. Hamma сұраудың ответін білемін, hamma сұраудың жауабын білемін де. Именно сол екеуінің жауабын білмеймін. Сөйтіп бір адам шығып кетті. Жаңа сұрауларды түсінбей жатпан деп, өзбек білген, соны жерде қарақшаға жазылған ғой. Сол өзбекше жоқ па, переводлап беретін біреу жоқ па деді. Сөйтіп жоқ деді. Содан кейін шығып кетті, сұрауларды түсінбей жатпаймын мен деп, қарақшаға түсінбеймін деп. Содан кейін мен қалдым тек. Мен де сондай шығып кетсем бе екен, бәрібір мыналарға жауап бергенмен мен кіре алмаймын. Уақытым құр кеткені қалады. Мен маңайыма жазылмаған, анық тағдырыма жазылмаған. Болды деп, мен енді орнымнан деп тұрайын дедім де. Жаман сөзі бар ғой. Келіссе 5, келіспесе 15 телефон. Өзің сынап көр. Сынап көресің. Тәуекел қылып көр. Деген сөзі бар ма? Сол есіме түседі ғой. Көрейін дедім. Білгенім жазайын дедім. Есімде бар нәрсені жазайын дедім. Енді өзім ойлағаным жазайын дедім. Кірім дедім, сашым. Жаздым. Уже енді жазып болғаннан тапсырдым. Үйге барып, уже деген настроением жоқ, төмен түсіп кеткен. Қандай үйдегілер не болды, қалай өтті экзамен, қалай өтті? Именно сол толмаған 2 сұрау ответ таба алмадым ғой, сол 2 сұрау түсті. Қалмайтын шығармын мен де. Үмітімді үздім. Жаман болып жүрдім. Ответ шықты сол экзамен. Кіріппен оқуға. Жақсы балағым. Ол жерде енді андай почеркке де қарайтын болды да. Подпискем сашым. Жазуыңа қарайтын болды да. Ал менің жазуым сұлу. Менің жазуым кішкентай сол 1-ші класстан бері сұлу да менің почеркім. Кішкентай сол 2-ші класс кездерде диктант жазған кездерде классымда сұлу емес жазғанлардың несін маған көшіртетін да қайтадан не. Ертең комиссия келсе, олардың почергі мынау не деп айтады деп маған көшіртетін еді соны. Сұлу почеркімен көшіріп сұлулап беретін 2-ші класс кезімде. Кейін үлкен старший класста да, сондай мысалы үшін 7-ші, 8-ші класстарда менің почеркімді көріп, классымдағы бір қыз, вау, Дильфузаның почергі не деген сұлу, я деп
бассалса айтып жүретін прям қатты менің почеркіме әуес қылатын еді да жаңағыдай міне и мендей алып сұлу жазуға қарайды қылатын жаңағысын иә ам дегеніне жетісті постоянно тренировка постоянно вот өзім үстіне жұмыс жасаймын жаңағыдай сұлу емес жазылып бара жатамыз да сол сұлу болып жазып мен де сұлу жазатын болып кетті жаңағысы почеркімге де бал қойылған жаңа жазғанына бал қойылған нормально бал алып сөйтіп кіріп кеттім мен оқуға сондай сол ойдың күші қараңызшы көрдіңіз ба сенің ойыңда не сол болады ғой сен өзің ойыңмен болашағыңды жаратасың мен егер сол кезде сол экзаменге дайындалып жүрген кезімде бар ғой енді бір үмітім келіп үмітім шауып дейін ба білмеймін или магистрге кіруді қатты қалегенім соншалық мысалы үшін ойым енді ой дейді мысалы үшін мида иә ми ой саған имканиятларды возможностьларды көрсетіп береді дейді да мен сондай ғой сол жаңағы магистрге бастан қатты кіргім келді һәм білмеймін қалай кіріп кеттім әйтеуір сол ссылкалар алдымнан шықты уже көрдіңіз ба вот шанс возможность маған көрсетіп берді да уже көрдіңіз ба көпілер соны көрмеген білмеген ал мен көріп біліп кіріп уже алдымнан сұралады білдім ответтерді таудым ба бірақ менің ойыма қараңызшы мен деген ойым постоянно төмен ғой мен деген бар ғой ойым постоянно негативный болғанда көрдіңіз ба ал егер мен сол ойымды сол екеуі түсіп қалсашы мен кірмей қалсамшы екеуі түсіп екеуіне ответ қайтара алмай мен кіре алмай қалсамшы деп ойлаудың орнына наоборот мен өзім білген екі сұрауды ойлауым керек еді да осы екеуі түсіп қалса иә осы екеуіне ответ қайтарып кіріп кетсем иә деп ойлауым керек еді сол кезде сол екеуі түсетін еді сол сен не ойласаң соны тартасың сен өзіңнің болашағыңды өзің жаратасың жаман нәрсені ойласаң сол жаман нәрсе сенің өміріңде болады жақсы нәрсені ойласаң сол жақсы нәрсе сенің өміріңде болады сен оқуға кіре алмай жүрген болсаң ойлай берме менің қолымнан келмейді менің тұқымымда деген нәрсе жоқ менің тұқымымнан алым шықпаған біздерде бар ғой ата аналары бар ғой баласы мындай арзу арман қылып жүрген кезде кішкентайынан бастап аспанда жүрген болса сол армандап жүрген болса ғалым болуды бір танымал бір адам болуды ойлап жүрген болса актер танымал бір адам болуды ойлап жүрген болса балам қызым аспанда ұша берме жетінші аспанда ұша берме кішкене вот логичный ойла реально көзқараспен өмірге реально қара дейді да мен де жаңа есіктерін жауады ғой жаңағы баламның ойлай берсін аспанда ұша берсін сен ойлаған орның алады шынымен ойлаған орын алады өзің дегеніне жетісе алады ғалым боламын десең ғалым боласың актер боламын десең актер боласың бәрі боласың не қаласаң сол бола аласың сен деген даже мектептің де оқудың қажеті жоқ мектеп оқымаймын ғалым боласың мектеп оқымаймын ондайлар бар мектепте 2 ай оқыған ғалымдар бар мектепте 2 ай оқи алған қар кітапта оқып білмейді қар жазып та білмейді оны бірақ ғалым болған танымал ғалым шыққан да потом кішкентай кезінен бастап ойлаған ғалым болсам боламын адамдар болмайсың десе құлағына ілмегенде боламын көрдіңіз ба сол ғалым болу сенің тұқымнан ғалым шықпаған сен қайда ғалым болайын деп жатырсың сенің тұқымнан врач шықпаған сен қалай врач болайын деп жатырсың сенің тұқымнан бизнесмен шықпаған бизнесвумен шықпаған сен қаяқтан болайын деп отырсың деген нәрсе жоқ тұқымға байланысты емес бұл нәрселер адам қалесе ерісе алады и вот тұқымнан өткен сондай кәсіптер дейді ондай нәрсе жоқ и тұқымнан өткен
генетический аурулар дейді ғой. Ондай нәрсе де жоқ. Негізі ауру геннен өтпейді екен негізі, бірақ сонда генетический ауру жаратсаң болады екен. Соны ойлай берсең жаратасың. Сенің организмде сондай генетический бір ауру пайда болады да. Сол сенің генің қаныңа өтеді, сол балаңа өтеді. Сол үшін сондай генетический ауру бар, сондай бар деп жатыр, сондай ауру десең, сондай ауру сенде пайда болады, и потом қуатпасаң балаңа өтеді. Жоқ, қаныңа өтеді. Сол үшін да қуат кезде негізі жаман ойламау керек. Потому что сен екі адамның өміріне жауаптысың. Ол сенің балаң ішінде уже денеңнің бір несі болады, мүшесі болады, денеңнің бір мүшесі болады. Сен негативно ойлаған сайын сол балаға тәсір етеді. Ойдың, даже сен денеңе тәсір етеді. Мысалы үшін ауырсаң, ауруды ойласаң, өлуді ойласаң, сондай. Сол балаң қандай болып туылуын қалайсың, соны ойласаң, сондай балаң сондай болып туылады. Балам ауырып қалса, не осы нәрсені жеп қойсам, балам нәгірам болып туылса, не тағы бірдеңе, мынаны жеуге болмайды деп жатуға болмайды, андай қылуға болмайды, мындай болмайды. Ойлай берсең, негативный нәрсені ойлай берсең, сондай болады. Бала сенің бір мүшең. Ол сенен бөлек емес та, бөлек болса енді басқару қиын болады. Сенің қарныңда болса, оны басқарасың. Үшін қуат кезде стресс болмайды, депрессия болмайды, ешнәрсе болмайды. Тек бақытты болуың керек, жақсы настроение, шүкіршілігіңменен, жақсы ойлар. Балам деген мындай сұлу болып туылады, ақылды болып туылады, дені сау болып туылады. Өзім босанамын, өзім күшіммен босанамын, аман сау, басымен келіп, басымен өзім босана саламын, сразу босана саламын, қиыншылықсыз, ауырлықсыз деп ойлану керек. Енді ауырлықсыз тағы бірден айтып берейін, енді жақсы нәрсені ойлау керек, жаман нәрсе, жаман сөз айтуға болмайды негізі. Ауырлықсыз деп айтсаң, уже ол деген мен түсінбейді, ол деген ауырлықпен туып қоюың мүмкін, ауырлық болуы мүмкін. Аман есен, жақсы өзім босанамын, баламның да дені сау болады деп ойлануым керек. Басқа нәрсе айтып кеттім мен деген, негізі басқа нәрсе айтып сол генетический жандай ауру болмайды, бірақ жаратсаңыз болады өзіңіз. Ойлай берсеңіз соны. Қаннан өтетін жандай аурулар деген нәрсе болмайды. Өзің жаратсаң болады. И сондай тұқымнан өтетін кәсіптер тағы бірдеңе ол нәрсе де жоқ. Негізі жер жүзінде әммеміздің миымыз бірдей. Әммеміздің миымыздың имканияты бірдей. Біреудің миы дамып кеткен, біреудікі жоқ, ол нәрсе жоқ. Мысалы үшін мен өзімнің қайтадан өзімнің өмірімнен мысал деп па. Мектеп кезінде енді орта класстарда, сол где-то бір 7-ші класстарда ма, 8-ші класстарда ма, короче, болды да бір ситуация. Енді біздің класста енді жақсы оқитын қыздар бар еді. Алгебрадан мысалы үшін жақсы оқитын қыздар бар еді. И солар мысалы үшін мұғалім теманы айтып берген кезде бір мәрте айтады, мысалы үшін теманы айтады. И потом сол қыздар жаңа есепті кім шығарады деген сразу жаңағы қолын көтеріп жаңа орнынан есепті шығарып берді да. Мұғалім бір мәрте айтады теманы, и бір айтқаннан түсініп ала қойдым астында, сразу бір айтқаннан сразу соның бастары қағып түсініп, соның уже вот есебін шығарып кетті ма. Айбай, мен түсінбей қалдым ғой. Олардың миы қандай, олардың енді тұқымы сондай, оларда көбісі сондай оқыған адамдар жоғары жерлерде жұмыс істейді. Сондай шығар. Тұқымында сондай мийлері сондай дамып, ақыллары сондай күшлі шығар деп ойладым да мен деген. Не жеп үстінде ақылы болады? Или витамин? Маған қарағанда көбірек витамин жемеген, басқа пайдалы нәрсе жемеген. Қалай деп мен самооценкам өзіме деген сенімім түсе беретін еді. Сөйтіп бір күні
не болды бізерге, субботник болатын болды. Субботникке шақырды. Сол күні білмеймін, жауын жауып кетті ме, сондай бірдеңе болды әйтеуір. Сол субботник атымен болды. Сөйтіп жауын жауман дегенше, жаңбыр тынаман дегенше бір классқа барып отыратын болдық. Отырып тұрамын. Мен зонтиклерім жоқ қасымызда, үйге барамын еще бірталай жол жауынның астында алып су болып қалсын да. Сол жауынның тынуын күтіп, жаңағыдай бір классқа барып отырдық. Сол класста жаңа қызлар, жаңа мен ақыллы, прям басты деген, прям башкаты деген қызлар, сол алгебрадан таярлығы болды. Оказывается, таярлыққа барып жеткен олар. А біз де білмейміз соны. Мен білмеймін да. Таярлыққа қатынайтын боламын алгебрадан. Неге ақылды екен десем, алгебрадан таярланады екен ғой бұлар дедім. Уже мен самым оценкам кішкене жоғары көтерді. Деп. Разницамыз сол, олар таярлыққа қатынайды, мен таярлыққа қатынаймын. Разницам екеуміздің ортамыз, жаңа қыздар мен екеуміз ортамыздағы парқ сол. Мен де таярлыққа қатында, мен де олармен тең болатын. Мен де жаңа таярлық қой, енді жаңа өтіп жатыр. Мен артта деп отырып қарап отырмын. Мұғалім айтып жатыр. Бір мәрте емес, 3 мәрте түсіндіріп жатыр. Мен қараймын. Уже қызық болып жатыр маған да. Айтқан сайын қызық болып жатыр. Түсініп жатпын. Қайсынан кейін келеді, не болып жатыр. Бәрін түсініп жатырмын. Вау. Прям қатты қызық екен. Мен алгебраға алдым қызықпайтынмын да. Потому что все равно түсінбеймін, қиын бәрібір алгебра дедім. Математика қиын деп. Мен қарасам қиын емес, қайта қызық. Қайта шешімін табу қызықтан, есепті шығарып, шешімін тезірек табуым келеді. Немен аяқталады? Немен аяқталады, соны білгім келеді. Прям көздерім жанып, мен де сондай таярлыққа қатынағым келіп кетті. Деп қарап отыр. Сол күні бітті, уже жауын жауып бітті. Үйімізге қайттық. Ертесі күні сол алгебра сабағы болды. Қыздарым сол есептарды шығарды, сол кітапта сол темадағы барлық есептің бәрін шығарды. Мен ойлаған жоқпын, именно сол біздердің кітап деп. Біз өтіп жүрген кітап деп ойлаған жоқпын. Деп қарасам, бізден өтіп жүрген кітап екен. Ертесі күні алгебра сабағы болды. Мұғалім келді. Именно сол кеше болған теманы түсіндірді. Потому что мен білдім, неге білдім? Потому что таярлықта қарап отырмын мен деген. Келді, түсіндірді. Білмеймін, сол күні мұғалім бір басқаша алдын арысы бір мәрте түсіндірген болса, сол күні білмеймін негедір. Надежда Ивановна деген мұғалім бар еді. Тие берсін. Қатты жақсы көремін. Қатты прям ашық. Кеул. Жақсы адам еді қатты. Үмітім прям қатты күшті оған. Адамы. Надежда Ивановна орыс қой енді. Сөйтіп, сол теманы түсіндірді. Сол күні 3 мәрте түсіндірді. Сол таярлықтағыдай. Уже мен қарап отырмын, сол кешегі тема. Онда таярлықта біздерге өтілетін теманы бір күн алдын таярлап көрсетті. Өтіп. Содан кейін қыздар білетті. Содан кейін теманы айтқан кезде сразу түсінген адамдай болып көрініп, сразу доске сол кеше сол доске таярлықта шығарған есептарын шығарып көрсетіп береді. Көрдіңіз бе? Соны білмегенде мен салмақ оценкам төмен болып кетеді. Прям деген өзіме деген сенім жоғалады. Соны көрдім. Мақаулар дедім. Демек, олардың милері біздің миден артық емес. Мен ана теманы түсіндім. Мен де сол есептардың бәрін түсіндім.
прям қатты түсінгенім соншалық бір күн аралық болды. Сол аралықтан есап берді, 5 есап берді. Соны күн бірінші шығарады. Соған 5 қоямын деді. Қатесі шығару керек енді. Бірінші шығарамын. Мен уже енді алгебра менің қолымнан келеді екен, менің де ақылым жетеді екен, менің де миым жетеді екен. Мен де тупая емес екенмін, ақымақ емес екенмін деп. Уже менде самооценка көтерілді, өзіме сенім көтерілді. Мен ана жаңағы Надежда Ивановна мұғалім сабақ өткен сайын маған қызық бола берді. Hamma темаларын түсіндім мен деген. Тағы 3 мәртеден түсіндірдім болып кетті. 3 мәрте. Негізі 1 мәрте түсіндіреді ғой бұған мұғалімдер. 3 мәрте түсіндіруге уақыт керек та, уақыт жетпей қалады 45 минут. 3 мәрте түсіндірді. Бір түсіндірген кезде түсіндіңіз ба деп сұрайды, ешкім үндемесе. Екінші мәрте түсіндіңіз ба дейді, жартысы түсіндік ау деген кезде полный түсіндірді, 3-ші мәрте түсіндіреді уже. Полный бәрі. Түсіндік дегеннен кейін болды, қоятын тізіпкен жаңа маған деген. Жақсы метод бар ғой, 3 мәрте түсіндіру. Себебі бала деген бірінші деп түсіндіріп отырған кезде, мен қолымнан келмейді деп, мысалы мен алдым түсіп ойлайтын да, мен қолымнан келмейді, бұған менің миым жетпейді, менің ақылым жетпейді. Миым аналардың миында емес деп не? Қарап отырасың да. Екіншісінде уже қайттан соң бір теманы шайнап қайта айтқаннан кейін уже деген басқа ләжінде басқа жаққа қарап басқан соң уже қызыңыз болып қалды. Соған ләжсізден қарап отырасың деп біріншіден түсінгенде басын деп уже оянып бастайсың. Деп үшіншісіне келесің, уже көзің жанып деген прям вау деп прям деген көзің нұрланып деген деп вау зор ғой, қалай деп шығарғың келіп, есап шығарғың келіп отырады деп прям сондай. Сол 3 мәрте түсіндіру негізі жақсы идея. Енгізу керек па деймін да мен. Сондай сөйтіп жаңа аралық болған кезде 5 есап берді. 5 упражнение берді. Бірінші болып мен шығарып апарып бердім сол кезде. Сол кезде бәрі в шоке ғой. Деп мұғалімнің өзі в шоке. Дильфуза не деп. Мен алдын енді темасын түсінген, мен есап шығаруға шықпайтын да, потому что все равно адамдардың сөзінен қорқу деген нәрсе бар. Алдын бір қызығып доске шығып, есап шығармаған, өзін көрсетпеген қыз бірден шығып кетсе, есап шығарып кетсе, дұрыстап шығара алмай қалсам, мен асығып, мен постоянно асығып батырнап жүремін, білмеймін, бір сразу тезірек деп, потому что ақырында не болды, соны білгімге даже сурет салған кезде, ақырында қандай шығады, соған қызығып, тезірек суретті бітіргенше асығып, шала жерге кетіп қалды сол кезде асыққан кезімде. Есапта сондай да, асығып жүремін, асығып шығарамын. Сол кезде орталарында бір жерлерін көзге ілмей қалды. Ойланбай кеткен жерлерім, қате кеткен жерлер болды. Сол 5 есапта сондай болды. Бір есапта кішкене бір қате кетті. Соның есабында есап қате шықты да, ақыр ответ қате шықты. Жауап қате шықты. Бір 5 есаптан 5 упражнениеден біреу. Сонымен 4 алдым. Мен в шоке, мұғалім в шоке, класстағылар в шоке. Сол кезде мұғалімнің көзін жанған айтсаңыз достар деген. Деп содан бері жаңа Надежда Ивановна деген мұғалім тие берсін. Постоянно айтатын маған деген, сен Дильфуза, сен тайлық қатынауың керек. Сен алгебра, математиканы тайлам, сен осы неге жөнеліспен оқуың керек, сен математика, алгебрамен универге тапсырып, сен осы математика, алгебрада оқуың керек, сенде бар, сенде білім бар, сенде харекет бар. Дейтін постоянно. Каждый раз сол мектепке барған кезде Дильфуза деп жаңағыдай қуанып көзі жанып, қалайсың, жақсы жүрсең ба, не істедің, тайландың ба, кірдің ба математикаға деп. Себебі мен тайланатын кезде сонда үйдің үлкенімен ғой деген
Менен кийин да акелерим бар, сиңдилерим бар. Үйдүн жалгыз бір кызы эмесмин. Ал кезде так үй салып атырган, биздин мамам бабам үй салып атырган да. Фундаментинен көтөрүп ушу үй салып атырган. Маған тайлыкка акча бере ма, мен тайлыкка бередим ма, или үй саладым ма, или жандай менин кичкентайларга тамак тауып, кийим алып бередим ма. Сол жер болду да. Мен айттым тайлыкка катнайыш унама деп. Кызым, түсүнүп кара. Биз жай салып атырмыз. Акелериң бар, сиңдилериң бар, оған тамак тауып берүүбүз керек, кийим берүүбүз керек, кийим алып берүүбүз керек. Сен үйдүн жалгыз перзенти эмессиң. Сол үйдөгү жалгыз перзент сен эмессиң. Жалгыз перзент болгондо эч көп. Енді өзің еплеп, сол кітаптардан оқып, өзің үйрене тұр. Бұйырған болса, маңайына жазған болса кірерсің. Яқшы дедік. Аллаға шүкір, енді математика болмаса да, енді бір арманым көп болған. Дизайнер болғым келген, киім дизайнер болғым келген. Шетел аралағым келген, Ташкентте оқығым келген. Өзім деген сол дизайн, әр түрлі киімнің дизайнын салатын кішкентай кезімде. Подружкаларым дәптерлерін алып келетін еді. Мындай дәптерлерін алып келетін еді. Толтырып берші деп үшін. Анда қызларымның суретіне, киіміне толтырып берші деп. Толтырып бердім. Дәптер әкелетін жандай. Қонадым бірақ. Дизайнер болғым келетін еді, детектив болғым келетін еді. Мен ойламайтын жоқ қой. Сол. И английский қызатым, английский тайлық қатынап, английскийден мұғалім болғым келетін, шетел көргім келетін, шетелге шығып оқысам, математиканы оқысам. Қазір де қалаймын, қазір де сол математикаға тайлансам, кірсем оқысам, бірақ енді уже білмеймін. Пенсиядан оқитын шығармын, оқитын болсам мен деген. Өзіме қызық, математика қызық, английский қызық. Или ешкім сон дизайнер болғым келеді. Алла шүкір, енді ИСОны оқып бітірдім ғой. Бір оқытты, магистрда оқытты. Самооценкаңыз постоянно жоғары болсын. Бұл дүниеде һәмменің миы бірдей. Басқалар еріскен нәрсеге сілер де ерісе аласыз. Просто сеніміңіз болсын, өзіңізге деген самоуверенность болсын, самооценкаңыз жоғары болсын. Арзу қылыңыздар, ойланыңыздар. Арзу қыла берсең, арзуларын тоқтамасаңыздар, возможностьлар пайда болуы мүмкін. Мысалы үшін мен деген мамам сөз айтқан кезде мен арзу қылмай қалдым да уже деген. Уже ол нәрсені ойламай қалдым мен деген. Расында ойлап қалдым да. Беріліп ойламайсың да. И настроением жаман болып ойлаймын постоянно. Негативный эмоцияны ойлаймын да. Деп, алмадым, тайлана алмадым деп. Сол кезде бір имканият болғанда, менде бір үлкеніне бір оқуда оқыған болатын. Мындай. Негізі білмеймін, бір мемлекет бір программа шығару керек па деп ойлаймын да, мен осы жерде бар ғой. Мындай таланты бар, кішкене харекеті бар адам, оқушылар болса, оған мемлекет тараптан кішкене көмек беріп, тайлығына көмек беріп па, сол кезде бір нормальный оқушылар шығатын деймін да. Енді жаңағыдай Надежда Ивановнадағыдай сондай адам, прям честный адам болса, көріп білсе. И потом енді айтып английский қызыққан соншалы. Институтта жаңағыдай бір мұғалім аузын аштырған, прям оның көзінде Надежда Ивановнаның көзіндей болып, көзі жарқырап деп қараған. Өзі институтта кезде, оқыған кезде
енді мен английский английскийде бір ай тайландым, одан кейін маған ақша жоқ dedi, уже қызым ақша жоқ, даже тайлыққа бере алмаймын сен деп. Бір ай тайландым мектепте мысалы үшін. Сол кезде мұғалім өзгерісті көрді, өзгеріп жатсам уже телефон ұстап сөйтіп институтта сондай бірінші курста бакалаврде сондай шанс болды, 2 ай тайлық английскийден бесплатно. Қуанып жүгіріп барған соң қызық қой, себебі басқа тілді үйренген, басқа тілде сөйлей алу, оны түсіну, одан қызығы жоқ. Барамын, бір ай тайланамын да, бір айда сол көп нәрсені үйрендім. Сол саналар туралы үйрендік та, сөйткен андай институтта енді өзіміз тема өтетін болдық та, біздер әрқайсымыз тема өтетін болдық. Семинар, лекция қандай не сабақ өтетін болдық. Сөйткен сол менің сабағым сол саналармен байланысты болды да. Сол саналарды өтіп бердім. Енді саналар туралы білім болғаннан кейін, үйренгеннен тайлықта бесплатно үйренгеннен кейін сағатта қандай болады, бәрі қай жерде қандай айтылады, бәрін білгеннен кейін өзіме сеніп деп тұрып, анандай деп ойындар даярлап, класста группадаларды ойнатып, ойындарда неғып, бір жерде қате жүрсең, ол ондай емес, мынандай болады деп сурет тұрпан енді. Білгеннен кейін сенім, өзіңде сенім болады, біліп тұрғаннан кейін. Жаңа мұғалімге бар ғой, институттағы мұғалімге көзім түсіп кетті да. Жаңа мұғалім өзі жақсы, орысшаны жақсы білетін еді, английскийді жақсы білетін, жас қой. Маған деп көз түсіп кетті. Менің көзім түсіп кетті ол мұғалімге. Ол мұғалім маған қарап, ұстазым маған қарап тұрған екен да, енді көздермен ғой. Деп не қандай деп восхищение деген восхищает қылып қарап тұрды да саған. Деп прям не көздері жанып, прям сол кезде ойлап қалған, мен қатты жақсы біледі английский деп. Негізі ондай емес қой. Еплеплетник. Білгенбізше. Өзіңізге деген самооценка постоянно жоғары болсын. Өзіңізге сеніңіздер. Адам қылған адам қылады. Адамның қолынан келген басқаның да қолынан келеді. Бәріміз бірдейміз, бәріміздің миымыз бір. Басқара алсаң болды сол миыңды. Жаман ойлармен, негатив ойлармен миыңды жауып тастай берме. Миыңдегі ескілерді жауып тастай берме. Шектеу қоя берме да, шектеу қойма. Сол негативный ойлар, солар шектеулер, менің қолымнан келмейді, мен істей алмаймын, мен ондай ақылды емеспін, менің тұқымымда жоқ, тағы бар деген мынау сөздердің керегі жоқ. Сағат болып кетті, айтатын сөздерім бар еді. Жақсы, келесі видео айтып беремін енді. Екінші сериясы болсын да ол. Бірінші сериясы бірінші қысым, екінші қысым болсын. Көрсетіп беремін, жаңағындай көрсетіп берейін деймін, ойдың күші қалай, ойымыз қалай басқарады, біздер бұйрық беруіміз керек па, қалауымыз керек па, жалын сұрауымыз керек па, жалын сұрамай неге бұйрық беру керек деген нәрсе сөйлесетін боламыз, тағы да басқа нәрсе айтатын боламын. Подписаться басып қойыңыз, лайк басыңыз, қолдап. Жақындарыңызбен бөлісіңіз, олардан өздеріне керек информациялар, білім, бір нәрсені түсініп жетсе, мен қуанамын. Бір нәрсені түсініп жетіп, сол ойдың күшінен пайдаланып, өмірлерін өзгертіп, өздерінің болашағын жаратса, өздерінің тағдырын жаратса,